Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге зәйтүн майының пайдалы қасиеттері туралы кеңірек айтатын боламын. Зәйтүн майының емдік қасиетіне баға беру өте қиын. Гректер оны өмір, денсаулық, береке ағашы деп бекер атамаса керек. Зәйтүн майы ежелгі заманнан бастап медицинада, дене, шаш күтімінде, ас даярлауда және күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылып келе жатыр. Зәйтүн майын тұрақты түрде пайдалану ас қорыту жүйесін қалыпқа түсіріп, холестерин дәрежесін төмендетіп, жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Зәйтүннің тағы да бір тамаша қасиеті қатерлі ісік ауруына душар болу қаупін сейілтетіндігінде және оның бәрі де ғылыми түрде дәлелденген. Диабет ауруын емдеудегі зәйтүн майының ерекшелігін айтпай кетуге болмайды. Соңғы зерттеулер бұл майдың диабетті қадағалап тұра алатындығын көрсетті. Сондай-ақ күн сайын аш қарынға қабылданатын бір ас қасық зәйтүн майы иммунитетіңізді күшейтуге, артық салмақтан арылуға және ас қорыту мәселелерін шешуге көмектеседі. Зәйтүн майының тері күтіміне тигізер көмегі көп. Зәйтүннің құрамында А, Е, В, Д дәрумендері нағыз сұлулық бұлағы. Зәйтүн майы теріні жұмсартып қоректендіреді. Әсіресе құрғақ тері үшін ол таптырмас ем. Ылғалды ұзақ уақыт ұстап тұрады. Тері жасушаларының қайта қалпына келуіне себепші болып, әжімдердің алдын алады. Зәйтүн майын қырынуға арналған кремнің орнына қолдануға болады. Теріңізді қырып қана қоймай, сондай-ақ ісініп қызарудан сақтайды және ылғалдандырады. Денеңізге зәйтүн майын жағып көріңіз. Ол теріңізді нәрлендіріп, әдемі алтын түстес рең сыйлайды. Шашыңыз құрғақ болса, ал бас теріңіз қабықтанса, зәйтүн майын қолданып, шашқа арналған шипалы кондиционер дайындауға болады. Ол үшін жарты кесе ысытылған майды шашыңызға жағып, басыңызға арнайы телпек тағып, оның үстіне сүлгі орап, сол күйде 45 минут отыру қажет. Уақыт өткен соң шашыңызды сусабынмен жақсылап жуу керек. Бұл әдіс шашыңыздың әдемілігін қайтару үшін өте тиімді. Бірнеше литрлік майды бірден сатып алуға асықпаңыз. Егер оны 3-4 айда тауысып бітпесеңіз, май өзінің пайдалы қасиеттерінің 40%-ын жоғалтып алады. Зәйтүн майын қышқылданып кетпеу үшін салқын жерде сақтаңыз. Майды тоңазытқышқа сақтағанда тұнба пайда болуы мүмкін. Мұндайда оны тастауға асықпаңыз. Жылы жерге шыққаннан кейін тұнба өзінен өзі еріп кетеді. Менің ақпаратым пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.